Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 85-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды өздерің жасай аласыңдар, балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін? Тәуелдеулі зат есімдердің септелуі. Жазба жұмыстарын түрлі формада орындай аламын. Тыңдау барысында тірек сөздерді белгілеймін. Сол сөздермен мәтіннің мазмұнын айтамын. Тәуелдік жалғауы жалғанған зат есімдерді септей аламын. Енді балалар, бізде бірінші жаттығу тыңда. Тыңдау барысында мәтіннің негізгі тұстарын тірек сөздермен белгіле дейді. Қарлығаш ұя жасаудың шебері. Олар ұясын саз балшықтан өріп жасайды. Ұясын жартастың қуыстарына, су жағасындағы жарларға, үйлердің бұрыштарына салады. Үйлердің іші сыртына салынған ұяларды қазақтар бұзбайды. Оны ырымдап, жақсылыққа, жайлылыққа балайды. Ұясы бұзылмай тұрса, қарлығаштар келесі жылы да келіп, сол ұяға мекендейді. Балдырған журналынан. Енді балалар, бізге астында тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды орындайық. Бізге балалар басында тірек сөздер белгіле деген, сол белгілеген тірек сөздер арқылы мәтін мазмұнын бір-біріне айтып беріңдер дейді. Одан кейін тірек сөздер қатарын толықтырып, мен адамның досымын деген тақырыпта монолог құрып жаз дейді. Яғни тірек сөздер мен, тұмсығы қысқа, яғни қанаты ұзын, айыр құйрықты, құс, және де тағы өзіміз қосуымыз керекпіз. Ұшып жүріп ұстау, адамның досы, жанашыры тағы да қосуымыз керек. Одан кейін балалар, тағы бір тапсырма. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің тәуелдеулі зат есім екенін дәлелдеп көр дейді. Енді балалар, бізге бірінші тірек сөздерді белгілеп алайық. Тірек сөздерді мысалы балалар қарлығаш, ұя, шебер, сазбалшық, жартас, қуыстар, жарлар, үйлердің бұрыштары, қазақтар, бұзбайды, жақсылық, жайлылық, бұзылмай тұрса, келесі жылы мекендейді деген сияқты тірек сөздерді белгілеп алсақ болады. Одан кейін балалар, осы тірек сөздер арқылы сендерге мәтіннің мазмұнын айтыңдар деп тұр. Яғни балалар, оны өздерің айтып бересіңдер, мен сендерге тірек сөздерді белгілеп бердім. Енді бізге балалар тірек сөздер қатарын толықтырып, мен адамның досымын деген тақырыпта монолог құрап жаз дейді. Яғни балалар, бұл жерде тірек сөздер мен, тұмсығы қысқа, қанаты ұзын, айыр құйрықты, құс, ұшып жүріп ұстау, адамның досы және жанашыры деп берілген. Мен бұны балалар бұлай толықтырамын. Яғни мынандай сөздерді тірек сөздерге қоссақ болады. Балапандар және ақылды деген сияқты тірек сөздерді мен қостым. Енді осы тірек сөздер арқылы біз монолог құрап жазуымыз керекпіз. Мысалы, мен адамның досымын деген тақырып. Мен ақылды, айыр құйрықты адамның досы қарлығашпын. Менің тұмсығым қысқа және қанатым ұзын. Біз балапандарымызға қоректі ұшып жүріп ұстаймыз. Біз адамдардың жанашырымыз. Осылай балалар, өздерің де осындай монолог құрастырсаңдар болады. Енді келесі тапсырма бізде балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің тәуелдеулі зат есім екенін дәлелдеп көр дейді. Яғни балалар, бұл жерде ұясын, құстарына, бұрыштарына және ұясы деген сөздер бар. Енді бұл жерде балалар тәуелдеулі зат есім екенін олардың қалай білеміз? Енді мысалы балалар, бірінші сөз ұясын сөз, оның түбірі бізде ұя екен. Оған с жалғау жалғанып тұр, яғни ол бізде оның ұясы деген бізде, яғни с жалғауы үшінші жақта тәуелденіп тұрған жалғау екен, балалар. Яғни бұл тәуелдеулі зат есім екен, және оған н деген жалғау жалғанып тұр. Одан кейін қуыстарына сөзі. Қуыстарына сөзінің түбірі қуыс, оған тар көптік жалғау жалғанған, одан кейін жалғау жалғанған, ол тәуелдік жалғауының үшінші жағының жалғау екен. Одан кейін на жалғау жалған, қуыстарына. Келесі бізде балалар бұрыштарына. Бұрыштарына оның түбірі бұрыш екен, оған тар көптік жалғау жалғанған, одан кейін деген тәуелдік жалғауының үшінші жағы жалғанған, одан кейін на деген жалғау жалғанып тұр, балалар. Келесі ұясы сөзінде түбірі ұя, оған с деген тәуелдік жалғаудың үшінші жағының жалғауы жалғанып тұр екен, балалар. Яғни балалар,
барлық сөздер тәуелдеулі зат есім екенін осылай сөздің түбірі мен жалғауын тауып біз дәлелдей алады екенбіз балалар. Енді келесі бізде балалар екінші жат бұл сөйлемді көшіріп жаз дейді, иә. Бірінші, қарлығаш төбеде қонақтап отыр. Екінші, ол ұясын үйдің төбесіне салады. Үшінші, жұмыртқаны тоңазытқышта сақтайды. Төртінші, көкек жұмыртқасын кез келген торғайдың ұясына тастап кетеді. Бесінші, балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Алтыншы, торғай ұясында қонақтап отыр. Одан кейін балалар бізге қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда дейді. Олардың қай септікте тұрғанын айт дейді. Не байқадың дейді. Енді балалар бұл жерде біз бірінші осы сөйлемдерді, 6 сөйлемді осылай көшіріп жазып аламыз. Одан кейін қарамен жазылған сөздерді біз сөз құрамына талдауымыз керек бізде. Мысалы, төбеде сөзі бірінші балалар. Түбірі төбе, оған де деген жалғау жалғанып тұр, иә балалар. Одан кейін төбесіне, оның түбірі төбе, иә, оған с деген тәуелдік жалғаудың үшінші жағының жалғау жалғанып тұр, оған не деген жалғау жалғанған екен, иә. Одан кейін жұмыртқаны, оның түбірі жұмыртқа, иә, одан кейін н деген табыс септігінің жалғауы жалғанып тұр, иә. Келесі жұмыртқасын, түбірі жұмыртқа, оған с деген тәуелдік жалғауының үшінші жағының жалғауы жалғанып тұр, одан кейін н деген жалғау жалғанып тұр екен. Келесі ұяда сөзінде. Ұяда сөзінде балалар түбірі ұя, оған да деген жалғау жалғанып тұр, жаты септігінің жалғауы. Одан кейін ұясында түбірі ұя, оған с деген тәуелдік жалғаудың үшінші жағының жалғауы жалғанып тұр, одан кейін н-да деген жалғау жалғанып тұр екен, яғни жаты септігінің жалғауы болып тұр бұл жерде балалар. Осылай балалар үстіне сызып, әдемілеп сөз құрамына талдап көрсетіп қоямыз. Енді олардың қай септікте тұрғанын айт деп тұр, яғни балалар былайынан жазып қойсаңдар болады. Мысалы, төбеде сөзі бізде жаты септігінде тұр. Келесі төбесіне сөзі ол бар септігінде тұр, жұмыртқаны бұл жерде табыс септігінде тұр екен балалар. Жұмыртқасын бұл жерде де балалар табыс септігінде тұрған тәуелдеулі зат есім екен. Келесі ұяда. Ұяда сөзі бізде жаты септігі. Ұясында. Бұл да балалар бізде жаты септігінде тұрған тәуелдеулі зат есім екен. Келесі балалар бұл жерден біздің енді байқағанымыз тәуелденген зат есімдерге септік жалғаулар жалғаса, септіктің жалғауы өзгеріп кеткен екен, балалар. Мысалы, ұяда десек, оған ол тәуелденіп жазылатын болса, мысалы, ұясы болатын болса, оған жаты септігінде н-да деп өзгеріп кетеді екен жалғауы. Осылай балалар тәуелденген зат есімдерге жаңағы септік жалғаулар жалғанған кезде олардың жалғаулары өзгеріп кетеді екен, балалар. Келесі бізде балалар үшінші жаттығу. Зат есімнің жай түрі мен тәуелдеулі түрінің септелуін салыстырып оқы дейді, Енді балалар қараңдар. Мысалы, септіктердің аты жазылған бізде түбір зат есім және тәуелдеулі зат есімдер бізде септік жалғауы жалғанып жазылған, Мысалы, атау септігінде әже, құс болады. Ал бірінші жақта әжем, құсым болады. Екінші жақта әжең, құсың болады. Үшінші жақта бізде балалар атау септігінде әжесі, құсы болады, Ал ілік септігінде балалар түбір зат есім әженің, құстың болады, Ал бірінші жақта тәуелденіп барып ілік септігінде жазылатын болса, онда әжемнің, құсымның болады. Екінші жақта әжеңнің, құсыңның. Үшінші жақта әжесінің, құсының болады. Одан кейін балалар бар септігінде түбір зат есімге әжеге, құсқа болады. Ал бірінші жақта тәуелденіп жазылатын болса, онда әжеме, құсыма деп оның жаңағы жалғауы өзгереді екен балалар. Тәуелдеулі зат есімнің екінші жағында әжеңе, құсыңа болады. Үшінші жағында әжесіне, құсына болады, Келесі табыс септігінде түбір зат есімге жалғанатын болса, әжені, құсты болады. Ал бірінші жақта әжемді, құсымды болады. Екінші жақта әжеңді, құсыңды болады. Үшінші жақта әжесін, құсын болып өзгереді екен. Жаты септігінде әжеде, құста түбір зат есімге жалғанатын болса, ал бірінші жақта жазылса, әжемде, құсымда болады екен. Екінші жақта әжеңде, құсыңда болады екен.
Үшінші жақта балалар бізде әжесінде, құсында болып жалғауы өзгереді екен. Одан кейін балалар шығыс септігінде жазатын болсақ, түбір зат есімге әжеден, құстан болады. Бірінші жақта тәуелдеп барып септесек, әжемнен, құсымнан болады. Екінші жақта әжеңнен, құсыңнан. Үшінші жақта бізде балалар әжесінен, құсынан болады екен. Ал көмектес септігінде бұл жерде балалар түбір зат есімге жалғанатын болса, әжемен, құспен болады, иә. Ал бірінші жақта тәуелдеп барып көмектес септігіне септесек, әжеммен, құсыммен болады екен. Екінші жақта әжеңмен, құсыңмен болады. Үшінші жақта әжесімен, құсымен болып айтылады екен балалар. Осыны балалар жаттап алыңдар, иә. Енді балалар бізге астында тапсырма берілген екен. Бірінші, екінші, үшінші жақтағы тәуелдеулі сөздің септелуінде қандай ерекшелік барын байқа дейді. Одан кейін тәуелденіп септелгенде қай септіктердің жалғаулары өзгерді дейді. Оларды жеке жаз дейді. Септік жалғауларының астын сыз деп тұр, иә балалар. Енді балалар бұл жерде үлгі берілген, иә. Барыс септігінде әжеме, әжеңе, әжесіне, құсыма, құсыңа, құсына деп барыс септігінің жалғаулары өзгергенін көрсетіп тұр, иә балалар. Енді балалар, бұл жерде балалар бізде бірінші, екінші, үшінші жақта тәуелденіп барып септелгенде барыс, табыс және жатыс септіктерінің жалғаулары өзгеріп тұрғанын байқадық, иә балалар. Енді бізге балалар тәуелденіп септелгенде қай септіктің жалғаулары өзгерді дейді. Бұл жерде балалар бізде яғни барыс, табыс, жатыс, сол септіктердің жалғаулары өзгеріп тұр. Яғни соларды бізге теріп жаз деп тұр. Мысалы балалар, бірінші барыс септігінде әжеме, әжеңе, әжесіне, құсыма, құсыңа, құсына болады. Келесі табыс септігінде әжемді, әжеңді, әжесін, құсымды, құсыңды, құсын болады. Одан кейін балалар жатыс септігінде әжемде, әжеңде, әжесінде, құсымда, құсыңда, құсында болып, осы септіктердің жалғаулары өзгеріп жазылады екен балалар. Одан кейін балалар өстіп өзгерген қай септіктің жалғаулары өзгергенін осылай астын сызып көрсетіп қоямыз, иә. Бізге сондай тапсырма берілген, иә, септік жалғауларының астын сыз деп тұр. Яғни балалар барыс септігінде жалғаулар а болып өзгереді екен, ал табыс септігінде үшінші жақта жалғанатын болса, болып өзгереді екен, иә, жалғау. Ал жатыс септігінде балалар үшінші жақта жалғанатын болса, де, та, де, та, те жалғаулары де, да деп өзгереді екен, иә балалар. Осылай балалар астын сызып қоямыз. Енді тәуелдеулі зат есімдердің септелуінде ерекшеліктер болады. Бірінші, екінші жақ тәуелдеулі зат есімдерге бар септік жалғаулары түрінде жалғанады деп тұр, иә. Яғни жаңа көрсеткеніміздей, әжеме дегенде жалғауы, құсыма дегенде жалғаулары жалғанып тұрды, иә. Солай балалар өзгеріп кетеді екен балалар. Енді балалар келесі жаттығу бізде төртінші жаттығу. Берілген сөздерді барыс септігіне қойып жаз дейді. Яғни дәптерім, інім, әкем сөзіне барыс септігінің не жалғауын, ұлым, атам, досым сөзіне барыс септігінің жалғауы жалғанып жазылады екен, иә балалар. Одан кейін балалар осы сөздерді қатыстырып сөйлем құра дейді. Бірінші балалар жалғауымен жалғағанда бізде ініме, дәптеріме, әкеме болады. Жалғауын жалғағанда балалар атама, ұлыма, досыма болады, иә. Енді осы сөздерді қолданып біз сөйлем құрастырып жазайық, иә. Бірінші, ініме дүкеннен бәліш алып келуін өтіндім. Екінші, мен дәптеріме бүгінгі күн ретін жазып қойдым. Үшінші, бүгін әкеме үлкен сыйлық дайындап қойдым. Төртінші, атама қарындасымды мектептен алып кетуін сұрадым. Бесінші, менің анам ұлыма деп жинағанын туған күнінде сыйлады. Алтыншы, досыма қазақ тілінен тәуелдік жалғау тақырыбын түсінуге көмектестім. Осындай балалар өздерің сөйлем құрастырып жазсаңдар болады. Енді келесі бізде балалар бесінші жаттығу. Берілген сөздерді септе дейді, иә. Яғни қанатты достар, қанатты достарым деген. Яғни бірінші сөз бізде, яғни түбір сөз, қанатты достар. Ал қанатты достарым деген бізде бірінші жақта тәуелденіп тұрған зат есім, иә. Осы сөздерді бізге септе деп тұр.
Одан кейін балалар бұл сөздердің септелуін салыстырып қандай айырмашылық барын айт дейді. Одан кейін сыныпта құстар біздің досымыз тақырыбына жарнама жазудан сайыс өтіп жатыр. Сен тілші ретінде әр топтан репортаж ал. Ол үшін төмендегі сұрақтарды толықтырып компьютерде тер дейді. Бірінші, жарнамада тақырып толық ашылған ба? Екінші, топтың жарнамасында құстарды қорғау мәселесі қарастырылған ба? Одан кейін балалар үшінші сұрақты бізге толықтыру керекпіз, иә? Енді балалар бұл жерде біз бірінші қанатты достарым септеп жазып алайық, иә? Яғни балалар бұл жерде былай болады. Атау септігінде қанатты достар, қанатты достарым. Ілік септігінде қанатты достардың, қанатты достарымның. Бар септігінде қанатты достарға, қанатты достарыма. Келесі табыс септігінде қанатты достарды, қанатты достарымды. Жатыс септігінде қанатты достарда, қанатты достарымда болады екен. Шығыс септігінде қанатты достардан, қанатты достарымнан болады. Көмектес септігінде қанатты достармен, қанатты достарыммен болады екен, иә? Енді балалар бұл сөздерді септегенде тәуелденген сөзге, яғни қанатты достарым сөзіне бар септігін жалғағанда, яғни бар септігінің жалғауы жалғанғанда, парыз септік жалғауы өзгеріп кеткен, иә? Яғни оған қанатты достарым дегенге, оған бар септігінің жалғауы жалғанып тұр, иә балалар? Енді балалар бізге сыныпта құстар біздің досымыз тақырыбына жарнама жазудан сайыс өтіп жатыр дейді. Сен тілші ретінде әр топтан репортаж ал дейді. Ол үшін төмендегі сұрақтарды толықтырып компьютерде тер дейді. Яғни балалар, біріншісі бізде балалар жарнамада тақырып толық ашылған ба? Топтың жарнамасында құстарды қорғау мәселесі қарастырылған ба? Үшінші, осы жарыстағы дайындықта өзіңе құстар туралы қандай ой түйдің? Осындай балалар өздерің тағы да қосып сұрақтар дайындасаңдар болады, иә? Келесі бізде балалар 6-шы жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Күндіз төбеңе шығады, түнде шегеге шығады. Бар септіктегі сөздерді тауып өзара салыстыр. Жалғауларының әр түрлі болу себебін түсіндір дейді, иә? Енді балалар бірінші осылайынан жұмбақты жазып аламыз, ал бұл жұмбақтың шешуі бізде бөрік екен, яғни бас киім, бөрік, иә? Енді бұл жерде бар септігіндегі сөздер төбеңе және шегеге сөздер, иә? Енді балалар, екі сөздің жалғауларының әртүрлі болу себебі бұл жерде төбеңе сөзіне бар септіктің жалғауы тәуелденіп жалғанып тұр, яғни екінші жақта тұр, иә? Төбеңе сөзі екінші жақта бар септігінде тәуелденіп жалғанып тұр екен. Ал шегеге сөзінде балалар түбір сөзге, яғни шеге сөзіне бар септігінің жалғауы жай ғана жалғанып тұр, шегеге деп. Сол себепті екеуінің жалғаулары әр түрлі екен балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар математика, қазақ тілі сабақтарын өздерің оқып, үй жұмыстарыңды жасап, осылай сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.